Рамазан айында хит болатын тары қосылған чизкейкті мен кішкене өзгеше болсын деп ірімшік қосып жасап көрдім. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен онда еліктен өткізіп алып, үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Егер де бөлме температура емес қатты сары май болатын болса, теркадан өткізіп алсаңыздар болады, қыздар. Енді үстіне кішкене ғана разрыхлитель қосамыз да, қолмен әдемілеп крошка жасап шығатын боламыз, қыздар. Барынша тезірек жұмыс істеңіздер, өйткені сары май қатты ерісе, қамыр қолға жабысқақ болып қалуы мүмкін. Енді бөлек ыдыста бір жұмыртқаға шекерді салып аламыз да, жақсылап венчикпен араластырып аламыз, қыздар. Қосылатын заттың барлығын мөлшері описанияға болатын, міндетті түрде описанияны қарап шығыңыздар. Шекерін кішкене ертіп алып, жаңағы массаны қою массамызға салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Айтқанымдай тез жұмыс істеп, осындай қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр істейміз да, осыны холодильникке немесе морозильникке начинкасы дайын болғанға дейін алып қоямыз. Таза тарыны, күйдірілген тарыны үстіне қайнаған сүт немесе қайнаған су құйып бетін жауып қоямыз. Жақсылап жуғаннан кейін 10-15 минут жауып тұрса болды. Енді кәдімгі ірімшік, кәдімгі қолдан жасасаңыз да болады, былайша сатып алсаңыз да ірімшікті өзіңізге ыңғайлы етіп 4 бұрыштап турап аламыз. Начинкасын дайындайық. Бұл үшін бізге қаймақ керек. Қаймақтың үстіне 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Қаймақтың негізі қаймақ пен сгущенканың ең сапалысынан дайындаңыздар. Сол кезде ортасындағы начинкасы ағып кетпейді. Үстіне сгущенка және де кукурузный крахмал қосамыз. Негізі қаймақ пен сгущенканың сапасына көңіліңіз толмайтын болса, кукурузный крахмалды көбірек қоссаңыздар болады. Үстіне кішкене шекер қосып жіберіп, жақсылап араластырамыз. Венчикпен араластырсаңыздар болады, қыздар. Осымен біздің начинкамыз дайын. Қазір құятын кезде тарыны салып жібереміз, қыздар. Енді холодильникте тұрған тестамызды алып, әдемілеп табаға жайғастырып аламыз. Менің осы жерде тарыны алып, начинкаға қосқан жерім өкінішке орай түспей қапты. Тарының ішіндегі суын немесе сүтін төгіп тастаймыз да, барынша құрғақ етіп начинкаға салып, араласып, начинкасының бір бөлігін салып, одан кейін барып ірімшікті саламыз да, кейіннен начинканың екінші бөлігін құятын боламыз, қыздар. Осындай шығады. Сұйық болып тұрғаннан қорықпаңыз. Піскеннен кейін осындай қою болады. Қатты қою емес, толығымен суытамыз да, холодильникке қойып 2 сағат суығаннан кейін сыртынан шығарып, осындай керемет чизкейкіміз дайын болады, қыздар. Менікі тіпті керемет болып, тіптен суретке түсіріп, видеоға түсіріп те үлгермедім. Бар қалғаны осы, қыздар, сондықтан жасап көріңіздер.